Келесі дайындайтымыз духовкаға пісетін тикваның ішінде голен мариновкасында апельсинмен жасалады. Ол үшін бізге апельсин шырыны, тұз, қара бұрыш, паприка және де чеснок қажет болады. Бізге зәйтүн майын кішкене құйып жібереміз. Тауықтарымызды осы маринадқа 1 сағатқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Ал тиквамызға зәйтүн майын жағып қоямыз. Біздің тауығымыз маринадталып тұрды. Енді осылай дайын болған қабақтарымыздың ішіне салып пісіріп аламыз. Мынау кішкене қалыңдау болып кетіпті. Қалың болған кезде кішкене алып тастайсыздар. Духовканың ішінде піспей қалмасы үшін. Осылай қабақтарымыздың ішіне маринадталған тауықтарымызды салып пісіреміз. Кішкене маринадның суынан құйып жіберсе болады. 1,5 сағат, 2 сағатта піседі. 1 сағаттай бетіне фольга жауып пісіріп аламыз. 1 сағаттан кейін жарты сағат қалғанда фольгасын ашып пісіреміз. Бетіне кішкене осылай ауа кіру үшін пышақпен кесіп жібереміз. Қызып тұрған духовкамызда осылай салып пісіріп аламыз. Уақытын айтқанымдай 1 сағат фольгамен тұрады. 1 сағаттан кейін фольгасын ашып пісіреміз. Духовкадан тиквамызды алдық. Тиквасы пісті, тауығы пісті. Енді бетін қызартырып алу үшін осылай фольгасын алып духовкада 15 минутқа қойбасақ болады. Духовкада тауығымыз қызарды. Слай. Әдемілеп, сәндеп тарелкаға салып қоямыз.